Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін біз жүрек инфарктын, миокард инфаркты талқылап өтеміз. Каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Сіздерге әрине жауап беремін. Қазақ тілді контентті қолдап жіберіңіздер. Сіздер қолдамасаңыздар, кім қолдайды? Жүректің жедел коронарлық синдром дегеніміз бұл жүректің миокард инфарктісі мен стенокардияның белгілері бар болатын осындай жалпы синдром болып келеді. Қазір Қазақстанда жыл сайын 50 мың адамды осы аурудың әсерінен біз жоғалтамыз. Көбінесе адам өліміне алып келеді. Бұл туралы қазір біз сөйлесіп өтеміз. Бұл қандай ауру, неге болады, қалай көмек беруіміз керек, ондай болған жағдайда осының бәрін талқылап өтеміз. Яғни осы жүректің миокард инфаркты дегеніміз, яғни осы мына коронарлы артериялардың яғни бөгелуі, блокталуы арқылы жүрекке қанның жетіспеушілігінен туындайтын ауру болып келеді. Мына суретте көріп отырсыздар, міне жүрек. Мына жүректің беткейінде мына коронарлы артериялар тұр. Коронарлы артерияларды көріп тұрсыздар. Осының мына коронарлы артерияларда, яғни патогенезі мына жерде көрсетілген, ол неге бұл ауру пайда болады? Көбінесе мына жерде мына тамырды қарап тұрсаңыздар, міне атеросклероз және тромб. Оның алдында холестерин, яғни атеросклероз бляшкасымен қосылып, бірге тромб түзілгендіктен мына тамырды бөгеп, осы жерге бөгілгеннен кейін мына жүректе жасушалар бар, кардиомиоциттер деп аталады. Осы кардиомиоциттер мына жерде қан бөгеліп қалғаннан кейін мына жаққа қарай қан бармайды, мына жердегі кардиомиоциттер өле бастайды. Бұл біріншісі. Екіншісі, міне тек қана атеросклероз бляшкасымен мысалы толықтай бөгелуі. Көріп отырсыздар, мына екі жағынан бөгеліп, қанның өтетін жолы жоқ. Және үшінші себебі ол осы коронарлы артерияның спазмы. Егер адам кенеттен қатты стресс алатын болса, немесе тағы да басқа жағдайларда, осы мынау коронарлы артериялардың кенеттен болған қатты осылай спазм болады да, ашылмай, сосын мына жақтағы жасушалар оттегі, өзінің нутриенттер, микроэлементтерін алмай, жасушалар өле бастайды. Осы яғни миокард инфаркты осы мен сіздерге түсіндіре келсем. Енді симптомдарын қарап өтейік. Науқаста қандай шағымдар пайда болады? Көбінесе науқаста жүрек тұсында немесе кеуденің артындағы ауырсыну, сол жақ кеуде жақта ауырсыну ұзақтығы 20 минуттан жоғары болады. Егер сізде жүрек тұсыңызда қатты ауырсыну 20 минуттан жоғары болса, бұл миокард инфаркт немесе жедел коронарлық синдром болуы мүмкін. Жедел түрде жедел жәрдем шақыру керек. Бұл ауырсынудың ерекшелігі, кейбір кісілер жандырып, күйдіріп ауырып жатыр дейді, мына көкірегімнің арты. Кейбір кісілерде бір нүктеде бір сыздап тұрған сияқты дейді. Кейбір кісілерде бессимптомный өтуі мүмкін, но бірақ олар аз. Және тағы бір аз процентті кейбір кісілерде асқазанға беруі мүмкін. Сосын бұл ауырсынудың ерекшелігі, бұл ауырсыну сол жақ қолға, сол жақ жағасына, сол жақ мойынға, сонымен қатар сол жақ арқаға берілуі мүмкін. Бұндай ауру кезде не істейміз? Тынышталып, есік терезені ашып, көкірек қуысын босатып, егер үйде тонометр болса, науқастың давлениясын өлшеу керек. Сонымен қатар жедел жәрдемге қоңырау шалып қойыңыз, осындай жағдай келіңіздер деп. Олар келгенше науқасты тегіс беткейге жатқызып, тыныштандырып, уайымдатпай, онымен қоса науқастың давлениясын өлшейміз. Егер 90 мм сынап бағанасынан төмен болмаса, біз науқасқа тілдің астына нитроглицерин деген дәрі береміз. Сонымен қатар 160-325 мг аспирин беруімізге болады. Бірінші уақытта жарты таблеткасын беріп шайнатып науқас оны жұту керек. Ол қанды сұйылтуға көмектеседі. Яғни мынандай тромб бар болса, осы тромбтың
яғни ерітіп мына коронарлы мына тромбпен бітелген нені тромбты ашуға көмектеседі аспирин. Ал нитроглицерин мына яғни коронарлы тамырды кішкене кеңейтеді. Егер спазм және тағы басқа болса, коронарлы артерия осылай кішкене кеңейіп, жүрекке жетпей тұрған қан яғни еркін өте алады. Міне осындай бұл ауру кезінде бұл адамның өліміне де алып келуі мүмкін. Сондықтан егер сізде жүрек тұсыңыздағы ауырсыну, күйдіріп, ауырлық, сыздап, сол жақ қолға, сол жақ жағыңызға, иыққа немесе арқаңызға берілетін осындай ауырсыну бар болса, жедел түрде жедел жәрдемге қоңырау шалыңыз. Мұндай жағдайда сізді приемный покойға алып барып, жүрегіңіздің ЭКГ түсіреді, УЗИ сердца түсіреді, жүрегіңізді УЗИға түсіреді, керек болса ангиография жасайды, және қаннан тропониновый тестке қан алады, сонымен қатар липидограмма тапсырасыздар. Сонымен кардиологтың консультациясын өтесіздер. Осымен қорыта келе, ауырмаңыздар. Бұл аурудың алдын алуға болады. Қалай бұл ауруды шақыратын факторлар ол яғни артық салмақ, сонымен қатар қандағы глюкозаның жоғары болуы, холестериннің жоғары болуы, сонымен қатар науқаста физикалық активтіліктің төмен болуы. Негізі дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы күн сайын бір аптада адам 2,5-5 сағат физикалық активтілік болу керек. Физикалық активтілік дегеніміз ол үйде жұмыс істеп жүргеніңіз емес, оның яғни жылдамдығы, интенсивности, оның бәрін қарастыру керек. Егер 30 минут сіз тоқтамай жүгіретін болсаңыз, немесе физнагрузкамен айналысатын болсаңыз, оның бәрін алдын алуға болады. Сонымен қатар салмақты төмендету керек. Көмірсу тамақтарын азайту керек, көбірек көкөніс, жемістер жеу керек. Адамның бір күндік, бір тәулікте қолданылатын нормасы көкөніс пен жемістер 400 грамм болу керек. Сосын тұзды тамақтарды да азаю керек. Максимум бір тәулікте адам 5 грамм йодталған тұз қолдануға болады. Сонымен қатар осы аурудың алдын алуға болады. Өзіңіздің денсаулықтарыңызды күтіңіздер. Егер үйлеріңізде осы аурумен, қан қысымымен немесе жүректің ишемиялық ауруымен учетта тұратын адамдар болса, қан қысымымен учетта тұратын адамдар болса, артық салмақпен тұратын адамдар болса, сол кісілерге осы видеоны жіберіңіздер. Бүгіннен бастап өз денсаулығыңызды күтуді бастаңыз. Өзіңізді бірінші орынға қойыңыз. Сіздің өміріңіз маңызды. Қазіргі таңда адамдар өз аяғымен 110-120 жылға дейін өмір сүреді. Біздің мақсатымыз адамдардың өмірін ұзарту. Яғни менің мақсатым адамдардың өмір сүру ұзақтығын ұзарту және оның сапасын жақсарту. Сапасын, яғни адам 80, 90, 100 жасқа дейін өзінің аяғымен жүріп, күнделікті өзінің физикалық қажеттіліктерін толықтай өзі орындайтындай болса екен деп армандаймын. Және біздің қазақстандықтар 80 жаста да машинаға мініп алып, әртүрлі саяхаттарға шығып, өзінің немерелерімен, шөберелерімен күліп ойнап жүргенін қалаймын. Сау саламат болыңыздар, каналға жазылуды ұмытпаңыздар.